миым істемей қалды дейді. Неге миым істемей отыр? Қазақ айтады, өйткені сен мысалы түнгі 2-де жаттың. Сен миың тынық қалған сөз бе? Ертеңіне миың жұмыс істемейді сен. Бизнесің жүрмейді деген сөз. Сен мысалы окорочка жедің, 100 жыл тұрған, тағы миың істемейді. Сөз бе? Соны кім Даниэль Джон Амель деген бар, клиникасы бар Америкада. Солай бір кісі айтады, сіз мысалы дейді, $1 миллион тұратын жақсы скаковый лошадьтар, жүйрік аттар, $1 миллион тұратын, $1 миллион сөз бе? Сіз $1 миллион тұратын ақша сатып алсаңыз дейді, соған сапасыз тағам бересіз бе дейді, жем сапасыз. Жоқ, бермеймін деп айтады. А сіздің миыңыз сол $1 миллион аттан да қымбат емес пе? Біз оны не? Пицца, бургер, кириешки, кола. Сосын айтамыз, миым істемейді. Әрине миым істемейді. Неге? Өйткені мына ми өзі шамалы ғана ғой басымызда, кішкентай ғана. Бірақ біздің бойымыздағы энергияның 20-30%-ын ми тұтынады екен ғой. Өте энергияны жейді екен кәдімгі. Ой еңбегімен шұғылданатын. Иә. Сонда ми, адамның миы дұрыс болу үшін, ол жаңағыдай оқыс қимылдамай, қатты еңбекке беріліп кеткен адамдардың да миы шаршайды екен. Зорлық жұмыс істейтіндер ғой, зорлық болу керек. Жұмыс істеу керек, зорлық болу керек. Энергия жетіспейді. Иә. Сосын дұрыс ұйықтау, дұрыс тамақтану, көңіл күйін түсірмеу, сосын кітап оқу, шет тілдерін меңгеру адамның миын жасартады екен.